Интерфейс бұл адам мен компьютер арасындағы байланысты, яғни қарым-қатынасты айтады. Пайдаланушы интерфейсі дегеніміз пайдаланушының компьютермен әрекеттестігін жасақтайтын программалық құралдар тобы болып табылады. Пайдаланушы компьютерді төмендегі тәсілдермен басқара алады, яғни жүйелік объектілерді, файл, құрылғы, терезелерді, мәзір мен командаларды бейнелеу үшін, яғни пиктограммаларды пайдаланады, яғни белгішілер тұрады рабочий столда, мой компьютер, файлдар, корзиналар, соларды басқару арқылы жүзеге асырылады, яғни пайдалану арқылы. Екіншісі объектілерді таңдау, яғни белгілі бір іс-әрекетті бастау, терезені ашу, жабу, объектіні бір орыннан екінші орынға жылжыту, осылардың барлығын тышқанның көмегімен жүзеге асыруға, яғни пайдалануға болады. Үшінші, экранды, яғни жұмыс үстелі немесе басқару тақтасы ретінде пайдалану, яғни рабочий столды пайдалануды айтуға болады. Интерфейспен жұмыс жасаудың екі түрі бар. Бұлар бірінші түрі командалық интерфейс, екіншісі графикалық интерфейс. Командалық интерфейс дегеніміз бұл белгілі бір командалармен жұмыс жасайтын MS-DOS интерфейсін айтуға болады. Яғни MS-DOS интерфейсінде қос нүкте дроп дир деп жазатын болсақ, яғни С дискісіндегі барлық файлдар мен бумаларды шақырады. Бұл жерде бір ғана қара экранмен жұмыс жасаймыз. Командалық интерфейсте. Екінші түрі бұл графикалық интерфейс. Бұған Windows операциялық жүйесін жатқызуға болады, яғни бірнеше программамен бір уақытта жұмыс жасауға болады. Енді графикалық интерфейстің пайда болуы туралы қысқаша мәлімет айтып өтетін болсам, өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Даг Энглбарт Стэнфорд зертханасында пайдаланушы графикалық интерфейсін ойлап тапты. 70-ші жылдары ғалымдардың шешімімен Херекс Парк зертханасында пайдаланушы графикалық интерфейсі концепциясы қабылданды. 1973 жылы Херекс Парк зертханасында бір қатар жас ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстың нәтижесінде Windows Icons Menus Point Click графикалық интерфейс концепциясы жарық көрді. Интерфейстің нақ осындай түрі 1984 жылы Macintosh фирмасының компьютерлермен бірге қолданылды. Кейіннен бұл әдіс дербес компьютерлерге арналған Windows-қа көшірді. Содан бері Windows үздіксіз сұранысқа ие, яғни Windows операциялық жүйесінің барлығы графикалық интерфейсте орнатылған. Командалық жолдың интерфейсіне қарағанда пайдаланушының графикалық интерфейсі экрандағы барлық объектілерге жылдам кіруге мүмкіндік береді. Қарапайым мысал ретінде қарастыратын болсақ, копировать, вырезать, ставитті түсіндіріп өтетін болсам, вырезатьке мысалы қиып алуға қайшының суретін қойған, қиып алу құрал ретінде мысалы араның да суретін қоюға болар еді, бірақ біз күнделікті тұрмыста біз қайшымен қиятын болғандықтан қайшының суретін қойылған, яғни ол пайдаланушы үшін өте түсінікті, яғни қайшы мына жерде копировать дегенде екі файлды алуға болатындығы түсінікті тілде көрсету арқылы пайдаланушыға тез объектімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.